бүгінгі көңіл күйлерің жақсы ма балалар? Жақсы. Тамаша. Олай болса, мына өлең жолдардан сабағымызды бастайық. Таңғы шапақ нұр шашып, білім күні басталды. Зейін қойып тыңдайық, жақсы істер астарлы. Әр күніміз сәттілік, болашаққа жол салды. Өте тамаша. Әр күніміз біздің болашаққа жол салады екен, иә? Білімде отыра қойыңдар балалар. Осы көңіл күймен балалар, үй тапсырмасын пысықтайық, иә? Үйге қандай тапсырма бердіңдер? Кәні Әмина? 60 тапсырма. 60 тапсырма. 60 тапсырмада не делінген балалар? Қазақ халқының ұлттық спорт ойыны туралы жинақты мәтін жазу. Өте тамаша. Кәні Әмина өзің жазып келдің бе? Иә. Кәні оқи қойшы. Асық қазақ халқының ежелден келе жатқан ұлттық ойындардың бірі. Ол қой, ешкі сияқты малдың асық сүйегімен ойналады. Асық тек ойын құралы ғана емес, сонымен қатар балалардың ептілігін, мергендігін, шапшаңдылығын дамытатын тәрбиелік мәні бар ойын. Асық ойынының бірнеше түрі бар. Хан, бес асық, тәйке, омпы, алшы және тағы басқалары. Әр ойында өзіне тән мен әдіс тәсілдер болады. Мысалы, хан ойында асықтың ішінен біреу хан болып таңдалып, сол хан асықты атып түсіру керек. Қазіргі таңда асық ойыны мектептер мен түрлі жарыстарда ұлттық спорт ретінде насихатталып келеді. Бұл ойын жастарға ата-баба мұрасын танытып, ұлттық рухты оятуға көмектеседі. Жақсы, өте тамаша отыра ғой. Тағы кім жазып келді тапсырмасын? Кәні Әділхан? 9 құмалақ. Қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ақыл ой ойыны. Ойын арнайы тақтада екі ойыншы арасында ойналады. Әр ойыншы 9 отауға 9-дан құмалақ салып, есеппен жүріс жасап, қарсыласына көбірек құмалақ жинауға тырысады. Бұл ойын логиканы, ойлау қабілеті, шыдамдылық пен есептеуді дамытады. 9 құмалақ қазақтың оймен ойналатын шахматы деп те аталады. Бүгінгі 9 құмалақ халықаралық деңгейде танылып, түрлі жарыстарда ойналып келеді. Ол халқымыздың бай рухани мұрасының бір бөлігі. Жақсы, тамаша, керемет. Кәні тағы да кім? Адай? Ұлттық ойындардың бірі бұл ойын топпен ойналады және күшпен бірлікті талап етеді, иә? Екі команда бір арқанды екі жағынан ұстап, өз жағына қарай тартуға тырысады. Қай команда тартып алса, өз жағына тартып алса, сол жеңімпаз атанады. Арқан тарту командалық рухты нығайтады. Дене күші арттыратын нағыз ойын, иә? Отыра ғой, жақсы. Дене күшін арттыратын ойын дейді. Кәні тағы да кімде бар балалар? Кім үй тапсырмасын істеп келді? Кәні Мұраділ? Алдаршы қазақтың ұлттық ойыны. Спорт бұл ойында екі салт аты бір-бірін аттың үстінен тартып, жерге түсіру тырысады. Күн деп шыдамшылық пен тәжірибелік бұл ойында аса маңызды рөл атқарылады. Аударыспақ көбінесе ерлер ойнайды. Қайратты мен батырлықтың сұлу еркіншілік ұйымдастырылады. Оны той думандарда, ұлттық мерекелерде өткізіледі. Өткізеді екен, иә? Той думандарда, мерекелерде. Жақсы. Тағы да кімде бар? Үй тапсырмасы тағы да кімде бар? Кәні Ералы? Көп бар.
Көкпар қазақтың ұлттық спорттың түрі. Ол аттың үстінде ойнай алады және көбінесе далада үлкен алаңдарда өткізіледі. Бұл ойынның мақсаты ат үстінде жүрген ойыншыларға көкпар деп аталатын қазылы бар малдың етін алып, қарсылас команданың алаңына жеткізу керек. Жақсы, кәні. Кім қалды бізде? Айзере. Қазақ күресі. Қазақ күресі қазақ халқының ұлттық спорт түрі. Жауынгерлік өнердің ежелгі формасы. Бұл күрес түрі ұрпақтан ұрпаққа беріліп, ғасырлар бойы қалыптасқан. Қазақ күресінде палуандар арнайы киім киіп, белдесу арқылы қарсыласын жерге жығуға тырысады. Жеңіс қарсыласын таза әдіспен арқасында түсіргенде беріледі. Қазақ күресінде басты ерекшелігі оның тәртібі мен этикасы. Бұнда әділдік, құрмет пен батырлық қасиеттер жоғары бағаланады. Көптеген аймақтарда түйе палуан атағы үшін жарыстар ұйымдастырылады. Ал ең ірі сайыс Қазақстан барысы. Бұл ұлттық күрес түрі еліміздің мәдени мұрасы ретінде әлемдік деңгейде танылып келеді. Жақсы, тамаша. Балалар, осы ұлттық ойынды ойнағандарың бар ма? Осы ұлттық ойынға қатысып ойнағандарың бар ма? Қатысып ойнап көрдіңдер, иә барлықтарың? Жақсы. Енді осы ұлттық ойын балалар неге негізделеді екен? Логикаға, шапшаңдыққа, тағы да сендерде не айта аласыздар балалар? Денені шынықтыруға, рухты оятуға дейді. Жақсы, тамаша балалар. Ендеше балалар, міне дескрипторны, міне бағалау парағын таратамын әрқайсысына. Осы бағалау парағын сабақтың өн бойында қадағалап, белгілеп отырамыз балалар. Міне дескрипторына қараймыз. Үй тапсырмасы 2 ұпайдан ұлттық спорт ойындар туралы жинақы мәтін жазды, сауатты, таза жасаңыздар 2 балл. Жақсы, тамаша. Балалар, топқа бөлінейік. Сөз буыннан тұрады деген әдіс арқылы. Мына менің үстелімнің үстінде буындардан берілген сөздер бар. Соларды құрастыру арқылы бөлінеміз. Кәнки, келе қойыңдар. Ала қойыңдар. Құрастырамыз балалар. Кімде қандай сөз шықты соңына дейін? Кімде қандай сөз шықты? Кімде қандай? Кәні бірінші, кімде қандай сөз шықты? Айзере, сендерде? Мақтаныш. Жақсы, отыра қойыңдар. Кімде мақтаныш деген сөз шықты? Отыра қойыңдар орындарына. Кімде сендерде қандай сөз шықты? Батылдық деген сөз. Отыра қойыңдар. Орындарына отыра қойыңдар. Жақсы, тамаша. Жақсы. Міне, батылдық ол бірінші топ. Міне, бірінші топ. Мақтаныш екінші топ. Керемет. Жақсы балалар. Келесі тапсырмамыз балалар. Кім көп біледі әдісі арқылы мынандай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қазақ балуаны деген сөз тіркесін қалай түсінесіңдер балалар? Кім айтады? Ералы айтамыш? Қазақ балуандары ел намысын қорғаған, күресін жетік меңгерген қазақтың ер жүрек батырлары. Жақсы. Тағы да кімде бар алып қосарларың бар ма балалар? Келесі балуан деген атау кімдерге беріледі дейді. Кәні Әділхан айта ғой. Балуан күресте ерекше көзге түсетін, күш қайратымен танылған адамға берілетін құрметті атау. Жақсы. Қазақтың қандай балуандарын білесіңдер? Олар туралы не айта аласыңдар дейді. Кім қазақтың қандай балуандарын білеміз балалар? Кәні
Нәлиев. Аса ауыр салмақты балуан әлем чемпионаттарының жүлдегері. Жақсы. Сен ол мәліметті қайдан білесің? Мен қазақ әдебиет кітабынан оқыдым. Жаңа қосымша әдебиеттерден оқыдың, Жақсы, отыра ғой. Келесі тағы да кім біледі? Қандай қазақтың балуандары бар екен? Қандай балуандары бар? Кәні? Жақсылық Үшкемпіров, грек-рим күресінің чемпионы. Грек-рим күресінің чемпионы. Оны қайдан білдің? Грек-рим Қосымша кітаптардан оқып шықтым. Қосымша кітаптардан оқып шықтың дейді, Басқа да қай жерден көрдіңдер? Көрдіңдер ме тағы да бір жерден? Әдебиет кітаптар. Әдебиеттерден, теледидардан, Жақсы, отыра ғой. Тағы да кім айтады? Кім біледі? Кім біледі? Әмина, сен кім туралы білесің? Қажымұқан 54 мемлекетте күресіп 48 медальға ілінген. Ол бірнеше күрес түрінен әлем чемпионы болып атанған тұңғыш қазақ. Жақсы. Сен ол мәліметті қайдан алдың? Теледидардан, телефоннан, кітаптан, қосымша кітаптардан. Жақсы, отыра ғой. Теледидардан, кітаптардан, интернет желілерінен де. Жақсы. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы не туралы болмақ? Балуандар дейсіңдер, күрес дейсіңдер. Жақсы, Ендеше балалар, кәні күш атасы Қажымұқан туралы өмірін өз аузынан естейік. Не дейді екен ол кісі бізге? Мен Қажымұқанның 871 жылда 7 сәуірде Ақмола уезіне қарасты Сартерек болысының Жәдік деген елді мекенінде дүниеге келдім. Кедей жанұядан шыққанның орыс байларына жалданып жұмыс істедім. Уақыт өте келе күрес жолына түсіп, той жиындарда халықтың назарына ілігіп, бала балуан атандым. Мен қазақ елінің мақтанышы, ал күш иесі, теңдесі жоқ кәсіпқой балуанмын. Күрес өнерінің бірнеше түрін жетік меңгеріп, бәсекелестерімнен басым түсіп, әлем чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш қазақ батырмын. Дүние жүзінің 28 мемлекетін аралап, сол жерлердің саңлақтарымен белдесіп, қоржыныма 56 медаль салдым. Көрші жатқан Ресей жерінің өзінде де маған тең келетін балуан жоқ еді. Иван Поддубный, Иван Шемекин, Иван Зайкин, Олег Савек, Георг Лурих, Поль Понс, Вилан Шульц сынды балуандармен бірге боз кілемді сарғайтып, күштері таудай балуандарды шектерінен жығып, алдынан алға тартқан қазақ жерінің нағыз мақтанышына айналды. Тамаша, жақсы. Балалар, жаңа Әминада 56 елді аралап 48 медаль тарттым дейді, Өз аузынан қанша елді араладың дейді? 28 елді аралап, неше медаль тарттым дейді? Неше медаль тарттым? 56 медаль тарттым дейді. Қазақ елінің несімін дейді? Мақтанышымын дейді. Өте жақсы. Ондай болса балалар, көңілімізді кітапқа аударайық, кітапқа зер салайық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар, қазақтың балуандары. Ондай болса, сабағымыздың мақсатына көңіл аударайық. Мәтінне негізгі және қосымша детальді ақпараттарды анықтау, түсіндіру, етістіктің етіс түрлерін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Енді оқулыққа назар аударайық. Оқулықтағы қазақ батырлары, қазақ балуандары тақырыбын оқимыз мұқият. Кім бастайды? Ералы бастайғыш. Ар халықтың маңдайына біткен жарық жұлдыздай жайсаң ерлері бар. Олар ел мақтанышына айналған көрнекті қайраткерлер, ғұлама ғалымдар, заңғар ақын жазушылар, туған жерін жаудан қорғанған батырлар. Еңбек майталғандардың өнер мен спортты саңлақтары, сондай мақтан ететін тұлғаларымыздың бірі, халқымыздың ұлы перзенті Қажымұқан балуан. Жақсы, ары қарай Әмина оқи ғой.
Қажымұқан дүниежүзілік спорт аренасына шығып, шетелдерде да жарыстарда атқан данаққа ие болған тұңғыш қазақ. Ол Парижде, Лондонда, Варшавада, Берлинде, Будапештте, әлемнің басқа да көптеген қалаларында күресті. Америкада болды. Таяу және орта шығыс елдерінің аралады. Спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін қазақ үкіметі оған қазақ даласының батыры атағын берді. Жақсы, ары қарай Әділхан оқи ғой. Отжанды батыр ел басына күн туған, ұлы отан соғысында, отты жылдарында белін беккен бұл ел аралап өнер көрсетіп, одан жинап қаржыға ұшақ жасатып майданға жіберді. Сөйтіп ұлы жеңіске өз үлесін қосты. Жақсы, ары қарай Айзере оқи ғой. Қажымұқан ұлттық тарихымызда ғана емес, әлемдік спорт тарихында сирек ұшырасатын тумысы бөлек ғажап құбылыс. Ол туралы жазушы Қалмақан Асылқадыров Қажымұқан атты хикая жазды. Қазақфильм киностудиясы Қажымұқан атты деректі фильм, көркем фильм түсірді. Тамаша балалар. Ендеше келесі тапсырмамыз осы мәтіннен негізгі қосымша және детальді ақпараттарды табамыз, балалар? Ол үшін мәтінге тағы да бір зер салып, негізгі қосымша детальді ақпараттарды табуға тырысайық. Кәні? Қосымша ақпарат. Отжан батыр ел басына күн туған, ұлы отан соғысының оты. Мынау қандай негізгі ақпарат? Бұл қосымша бұл негізгі ақпарат. Қажымұқан дүниежүзілік негізгі ақпарат. Міне детальді ақпарат. Ол Парижде, Лондонда ғой. Парижде, Лондонда ол детальді ақпарат. Жақсы, балалар, отыра қойыңдар. Енді осы мәтіндегі негізгі қосымша детальді ақпаратты таптық. Балалар, таптық деп ойлаймын. Енді осы ақпараттарға түсініктеме беріп кетеміз бірінші. Айтпас бұрын түсініктеме беріп кетеміз. Кім айтады, балалар? Айзере, негізгі ақпарат дегеніміз не екен, Айзере? Негізгі ақпарат дегеніміз бұл белгілі бір тақырып, оқиға немесе объекті туралы ең маңызды мәліметтерді білдіреді. Жақсы, тамаша. Негізгі ақпаратты таптың ба енді? Қажымұқан дүниежүзілік спорт аренасынан шығып, шетелдегі жарыстарда атақ-даңқ ие болған тұңғыш қазақ. Жақсы, тамаша. Кім қосымша ақпарат туралы айтады? Әмина айта ғой, қосымша ақпарат дегеніміз не? Қосымша ақпарат бұл негізгі ақпаратты толықтырып, тереңірек түсінуге көмектесетін қосымша мәліметтер. Жақсы. Енді осы мәтіннен қосымша ақпаратты таптың ба? Отжанды батыр ел басына күн туған, ұлы отан соғысының 30 жылдарында белін бекем буып, ел аралап өнер көрсетіп, одан жинаған қаржыға ұшақ жасатып майданға жіберді. Сөйтіп ұлы жеңіске өз үлесін қосты. Жақсы, тамаша. Детальді ақпаратты кім тапты, балалар? Детальді ақпаратты Детальді ақпарат бұл белгілі бір тақырыпқа немесе объект туралы өте тақты егжей-тегжей мәлімет. Детальді ақпарат тапты ма? Оқи қойшы, балалар. Ералы. Ол Парижде, Лондонда, Варшавада, Берлинде, Будапештте, әлемнің басқа да көптеген қалаларында күресті. Америкада болды. Жақсы. Енді балалар, осы сендердің тапқан ақпараттарыңды тексеріп көрейік. Сәйкес кетті ма? Ендеше балалар, бағалау парағына белгілей отырыңдар. Белгілейміз. Негізгі ақпарат дескриптор бойынша 3 ұпай беріледі. Негізгі ақпарат 1 ұпай, қосымша ақпарат 1 ұпай, детальді ақпарат 1 ұпай. Белгіледік па, балалар? Жақсы, тамаша. Келесі тапсырмамыз біздің көңілді постыр әдісі.
бойынша балуанға тән қандай қасиеттер болу керек екенін балалар мына постерға түсіреміз. Мына постерға түсіреміз. Сосын Бірінші топ. Қорға қояйық. Бұл қажымұқанға тән қасиеттер. Қайратты, патриоттық рух, еңбекқор, қазақ халқының мақтанышы, отанының сүйгені, батыл, беріктік, Отанын сүйгіштік. Төзімді. Жақсы, отыра қойыңдар. Қане екінші топ. Қажымұқанға тән қасиеттер. Қайсар, чемпион, рух, ерлік сүйген ер, мақтаныш, күш-жігер, балуан, патриоттық сезім, шапшаң, ержүрек, намысшыл, батыр, халық күш иесі, батыр. Жақсы, тамаша, отыра қойыңдар балалар. Қане, енді дискрипторға көңіл аударамыз бағалау парағына. Міне, балуан бойына тән қасиеттерді толық жазсаңдар, постерді қорғасаңдар, 2 ұпай белгілейсіңдер, 2 ұпайды белгілейсіңдер. Жақсы, тамаша балалар. Балалар, қазірде арқырай сабағымызды ойланпақ әдісі арқылы жұмбақ шешу бойынша осы жасырылған әріптердің арасынан спорттық ойын түрлерін табасыңдар. Жақсы ма балалар? Ойымызды сергітейік, е? Бірінші оқып алыңдар. Тұспақ, жылғам дергем, ақпайды, жылғам дергем, жақпайды. Арқан. Шана сосын тағы да әпкем болып қашқан қызды көткен. Ол бізде қыз қуу қайда. Ол қыз қуу. Қыстай желіп қосатты, көктем шыға босатты. Ол не болды? Асық. Жақсы, балалар, аяқтадық па? Тамаша, қане, енді қай топ шығып
үстінде алысқан белуардан шешініп бір-бірімен сайысқан. Ол бізде аударыспақ. Нысанға қадап атып жатыр садақ. Ол бізде садақшы. Жақсы. Келесі біреу бар ма? Кәні? Кезектесіп тез шыға беріңдер балалар. Екі мықты мен десек, бір-бірімен белдесер. Ол бізде палуан. Тамаша. Жылға дерем ақпайды, жылдан дерем шақпайды. Ол бізде арқан. Жақсы. Кәні келесі адай бара ғой. Олай бұлдыр. Жүрген сұрты іші бар, ішегі жоқ. Асық. Асық, Деген ішінде қорғасын құйылған. дәмі Түсі де әрі тегіш қиырдан дейді. Ол не? Сақа. Өте жақсы. Отыра ғой. Әділ, кәні бірінші топтан таптыңдар ма? Жақсы. Шана дейді кәні. Белгілей ғой. Шана. Келесі. Жеткен қашан қызды өткен. Не екен ол? Қыз қу дейді, е? Тамаша балар, отыра ғой. Тамаша. Кәні? Келесі Әділхан бара қойш. Таптың ба? Қысқа келіп қосатты, көктем шығар босақты. Ішін жеріне толтырдым, қуалап жүрген болдырдым. Доп. Қуалап жүріп болдырдым дейді. Доп деген. Жақсы, тамаша балар. Келесі Айзере бара ғой. Қос аяқ жүрген қуып, жел шыққан үлкен қуып. Бірде жүр, бірде лапып, қашады зыр-зыр қағып. Ол бізде футбол. Футбол дейді. Тамаша. Бір топ қыз ұшып қонды балағанда, үйіріп 24 санағанда. Ішінде қыдырып қарап тұрсам, қонаған екі бөлініп қарағанда. Ол бізде тойба. Тойба дейді. Тамаша. Келесі балалар тілдік дағды ережеге байланысты. Бүгін өтетін тілдік дағдымыз етістің өзгелік етіс түрі. Өткен сабақтарда етіс түрлерін өткенбіз, иә? Етіс түрлерін өттік. Алдыңғы сабақта етістің өздік етіс түрін танысқанбыз, иә? Түрімен танысқанбыз балалар. Енді бүгін өзгелік етіс. Өзгелік етіс дегеніміз не? Қимыл іс-әрекеттің тікелей айтушы мен тыңдаушы арқылы емес, үшінші бір тұлға арқылы іске асатынын білдіріп, белгілі қосымшалар арқылы жасалатын етістің түрін айтады екенбіз. Етіс жасайтын жұрнақтар қыз-гіз, қыз-кіз, дыр-дір, тыр-тір, дауысты дыбыстан кейін т жұрнағы жалғанады екен. Айт қыз, күт кіз, жазғыз, кигіз, тіктір, сендір, сөйлет, жасат, оқыт. Кейбір жағдайларда бір түбірге өзгелік етістің бірнеше жұрнағы жалғанады екен. Мысалы, сат қыздыр, сөйлеткіз, алдыр қыз. Әрбір іс-әрекет үшінші адам арқылы іске нестеген асады екен. Жақсы, балалар, етістің неше түрі бар? Төрт түрі бар. Қандай етістің түрлерін білеміз? Өздік, ортақ етіс. Жақсы, өздік етіс қандай жұрнақтар арқылы жасалады? Ын жұрнағы. Мысалы, айттыңыз, бір сөз айттыңыз, жуын. Иә, жақсы.
тапсырманы орындай болсақ, ережеге байланысты келесі тапсырмамыз балалар. Жеке жұмыс. Мынандай қарапқа қағаздарды таратамын. Берілген сөздерден өздік етіске айналдырып жазамыз. Берілген сөздерді өздік етіске айналдырып жазады екенбіз балалар. Берілген сөздерді өздік етіске айналдырып жазамыз. Өздік етістің жұрнақтарын білеміз. Ғыз, гіз, қыз, кіз, дыр, қыр. Дауысты дыбыстан дейді қ, жұрнағы жалғанады екен. Жақсы, тамаша, балалар жазылдыңыз ба? Болдық па балалар? Жақсы, тамаша. Кәні кім болды? Қай топ? Кәні Әмина бірінші топты? Үлес қос қыз, қамқорлық көрсеткіз. Жақсы. Кәні? Атақ бергіз. Үлес қос қыз, қамқорлық көрсеткіз. Жақсы, тамаша. Келесі Айзере айта ғой. Атақ бергіз, үлес қос қызды. Мен көптеген жұрнақтар жаздым. Бірнеше жұрнақ жалғапсың, қандай жұрнақтар жалғапсың? Дұрт деген жұрнақ жалғапсың. Жақсы, келесі кәні? Ералы бар ма сенде? Хикаят жазғыз, ерлік жасап қыз. Жақсы, кәні? Адай бар ма сенде? Тұрамыз, Адай? Жолдама алғыз. Жолдама алғыз дейді. Жақсы. Мынау немене? Жеңіске жеткіз. Кіз дейді. Тамаша, кәні? Оқи ғой. Атақ бергіз. Бергіз. Үлес қос қыз. Үлес қос қыз дейді. Жақсы, тамаша. Келесі тапсырмамыз балалар. Сәйкестендіру. Сәйкесін тап дейді. Қазір мен сендерге үлестірме қағаз беремін. Сәйкесін табамыз. Қаламмен немесе қарындашпен сәйкестендіресіңдер. Жарай ма балалар? Бәріне жетті ме? Әмина, саған жетті қалды ма? Болдық па балалар? Енді кәні бір-бірлерімен ауысыра қойыңдар. Бір-бірлерін тексеріп шығамыз. Кімде қате бар, кімде қате жоқ екенін тексеріп шығамыз. Қажымұқан қазақтың тұңғыш әлем чемпионы. Түркия, Иран, Ресей күрескен елдер грек-рим күресі әлем чемпионы атағын алған күрес түрі. Ұшақ сатып алу, соғысқа көмек ретінде жасаған ерлігі, халық құрметі, еңбекқорлық пен батылдық үшін. Қажымұқанның туған жері
Түркістан облысы, қазақ батыры темір адам, халық қойған лақап аттар. Қажымұқанның мамандығы палуан. Қажымұқанның халық арасындағы беделі қарапайым, адал және ержүрек болғаны үшін. Қажымұқанның қанша елде күрес жарыстарына қатысқаны 10-нан аса елде. Осылай ма балалар? Кімде қате бар екен? Кімдікі дұрыс? Кәні? Амина? Ералыда дұрыс екен. Амина кімді тексерді? Амина да дұрыс екен. Адайда 2 қате бар екен. Адайда 2 қате бар дейді. Кәні? Айзерде қате жоқ дейді. Кәні? Сен кімдікін тексердің, Нұрадыл? Адылханда неше қате бар? 2 қате бар екен. Кәні? Айзере, сен кімдікін тексердің, Нұрадылдың ба? Нұрадылде 5 қате бар дейді. Тамаша, жақсы. Ендеше балалар, бағалау парағына белгілеп қоямыз. Кімде қанша қате бар? 2 пайдан иә? Ендеше ешкімде ешқандай қате жоқ болса 2 пай, кімде қате болса олар 1 пай. Тамаша, белгіледік пе? Белгілесек жақсы. Келесі балалар, келесі тапсырма балалар, үйге тапсырма, 6-шы тапсырма. Онда не істеу керек? Күнделіктерімізді ашамыз, үйге тапсырманы жазамыз. Қажымұқан туралы деректерді негізге ала отырып, батыр тұлғасы тақырыбында сипаттамалық эссе жазамыз. Жазып алыңдар күнделіктеріне, дәптердің шетіне немесе күнделікке. Жазып алдыңдар ма? Иә. Тамаша, жазып алсаңдар. Кәні? Келесі балалар. Рефлексия. Балалар, бүгін не үйрендік? Не істедік? Не үйрендік бүгін? Кәні? Ережені түсіндік. Ережені түсіндік дейді. Қажымұқан туралы өттік дейді. Ертаңды қосымша негізгі ақпаратты табуға үйрендік. Иә, таптық, иә, мәтіндердің ішінен тағы не істедік? Қандай жұмыстар істедік? Топпен жұмыс жасадық дейді. Бір-бірімізге көмектестік. Бір-біріне көмектестіңдер, жақсы. Тағы қандай тапсырмалар істедік? Балалар, не істедік? Өздік жетістікті қайталадық. Өздік жетістікті қайталадық дейді, жақсы. Көп палуандарды білдік. Балуандарды таныдық, білдік. Тағы да не істедік? Балуанның бойында қасиеттерді білдік. Балуанның бойында қасиеттерді білдіңдер, жақсы, тамаша. Келесі тағы да не білдік? Ереже бойынша нелер орындадық балалар? Тапсырмалар. Ауызша, жазбаша не орындадық? Тапсырмалар орындадық, иә? Тағы да бар ма? Айтатындар, қосатындар. Қиындық тудырған бар ма? Жұмбақтарды шештік. Жұмбақ шешіпсіңдер, жақсы. Қиындық тудырған. Не қиындық тудырды балалар сендерге? Қиындық тудырған бәрі. Кәні, Нұрадыл қиындық тудырды ма саған? Отыра қой. Жақсы. Ендеше алдарындағы қарындаштарына балалар алып, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді жазасыңдар. Барлығын түсіндім десеңдер жасылға, енді түсініп келемін десеңдер сарыға, сабақтан түкте түсінбедім десеңдер қызылға әкеп сала қойыңдар. Кезектесіп. Бірінші келе болсаңдар келіп сала беріңдер, балалар. Мен осы сабақта барлығын түсіндім. Нәжігер, жақсы. Мен осы сабақта барлығын түсіндім дейді. Ералы айтады. Орнымыздан тұрып, айта ғой, жазылмай не жаздың? Мен бүгін сабақты түсіндім. Мен бұны сабақты түсіндім дейді, иә? Жақсы, сала ғой. Кәні, Амина келе ғой. Мен бүгінгі сабақта барлығын түсіндім.
Жақсы. Балалар, ешқандай маған сұрақтарың жоқ па? Ешқандай қиындық тудырған жоқ па? Бүгінгі сабақ сендерге барлығы түсінікті болды ма? Жақсы, тамаша. Ендеше бағалау парақтарымызды ала қоямыз бәріміз. Кәні кімде қанша баға болды? Кәні айтып шығайық, бағалайық өзімізді. Амина, сенде неше баға алыпсың? Қандай баға? 10 балл жинадым. 10 балл деп жақсы. Кім? Әлихан? 7 ұпай дейсің? Мен 9 ұпай жинадым. 9 ұпай деп жақсы, тамаша. Нұраділ, сенде неше ұпай? 5 ұпай жинапты Нұраділ. Адай? Мен 6 ұпай жинадым. 6 ұпай жинапты. Кәні? Мен 10 ұпай жинадым. 10 ұпай жинадым. Өте жақсы, тамаша балалар. Рахмет. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сау болыңыз.